Сәлем достар, сіздермен бекзат және менің каналыма қош келдіңдер. Бүгінгі менің каналымда юбилей менде 1000 подписчик және барлықтарыңа рахмет. Мен барлықтарыңа әр осы 1000 тіркелушінің ішіндегі әр бір адамды мен құшақтап рахмет айтқым келіп тұр. Өйткені 1000 тіркелуші деген ол енді адам мынау емес. Бірақ әрине біреуге аз, біреуге көп болуы мүмкін, бірақ 1000 тіркелуші менде болды. Сондықтан бұрын каналымда. Бірақ мен тағы да қуаныштымын. Алдағы біздің мақсатымыз ол 2000, 2500, 3000, 1000 тіркелуші жинау. Яғни ертең мен каналымда видео шығады, конкурс жайлы, тезірек каналыма тіркеліп, колокольчикті басып кет. Ал олай болса, біз бүгінгі видеомыздың тақырыбына көшейік. Бүгін біз қытайлықтардың, американдықтардың, Азиядағы адамдардың қандай тамақ жейтіні жайлы, точнее, олардың біз не тамақ жейтінін білеміз, особенно қытайлардың. Бүгін біз мына бір видеоны көреміз, яғни осыған реакция жасаймыз. Мінекей осы видео және бұл видеоның обложкасынан да көріп тұрсыздар, оның қандай қорқынышты екенін. Ал олай болса біз осыған реакциямызды жасап бастайық. Тасбақаның басын жеп соған мәз болып жатыр. Еще бірдеңе шығып жатыр аузынан. Басқасы енді тасбақаның не жазығы бар? Құрбақа. Мына артындағы екі бас оған деп отыр. Ана екеуі қызығып соған қарап отыр. Топиза. Жоқ, басқасы басқа, енді бұл деген не деген? Жабайылық, шошқаның мұрнын жеу деген. Мен не мылжыңдап отқанын түсінбеймін. Ана шошқаның ішіндегі сендер боқтайтсаңдар. Мынау енді осьминог жеп жатыр. Бұл уже неудивительно, өйткені барлық осьминог жейді. Енді мен емес, яғни ана іші сиясы ағып жатыр. Бұған енді жақсы көзбен қарауға болады, өйткені бұл ет. Бұл етті көбісі шекеле жейді. Өйткені сушиға осындай етті қосады. Не шәңкілдеп жатыр? Фу. Мен неге фу дедім, өйткені ол тамақты деп жатыр. Тым жақсы қыз және аппетитный тамақ. Негізі адамның өзі әдем болса, оның істеп жатқан заттары да әдем болады. Тефтел жеп жатыр ма? Бірақ біз оны тефтел деп ойлағанмен, бұл любой зат болуы мүмкін. Бұл тіпті тауықтың аяғы, тауықтың көзі, шошқаның бір жері болуы да мүмкін. Сондықтан ненің азабы мынау? Сиясын ағызып еще. Бір қолына перчаткамен, бір қолына кимеген. Мынау енді болады бұған жақсы көзбен қарауға, өйткені бұл саңырауқұлақтардың тамыры, көршісінде бірдеңе. Менің каналымда 1000 подписчик үшін алып қояйық. Түсініксіз зат екені, бір әйтеуір оған тәтті болса болды. Мен шашым. Мән бермеңіздер. Шикі фарш? Жоған шошқаның мұрны еті нормально, бірақ шикі фаршты жеген, тем более соуспен жеп жатыр. Он как раз жуаны тістеп алуға болады. Білмеймін зат екен. Походу пародия жасап жатыр, өйткені ұқсайды соған. Және мен лимон жеген жақсы көремін. Өйткені ол май кетіреді және өте дәмді. Не деген сұмдық мынау? Не керек саған? Еще ұстап қоятынын ұялмайды. Жақында осы сушіп қоймайды, осындай роллтында, яғни осындай рамен жеп көрдім, ол өте қатты ащы болды. Наоборот істеп қойған ба?
Что-то страшно. Тауықтың басын жеп жатыр. Тәтті қылып тамаққа фу деп айтуға болмайды, бірақ бұл енді перебор. Алып сақсыға. Міне жап-жаңа инстаграмнан бір адам подписаться етті. Мен инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. О, жұмыртқа. Әйтеуір хоть бір нормаль жендіріш тамақ шықты алдымыздан. Бұл обычный тамақ, бәрі маған дінап тұр. Мынау не жеп жатыр тағы да? Әйтеуір дұрыс зат емес екенін бәріміз білеміз. Ам-гам-гам. Вау. Полностью аузына тығып жіберді. Екіншісі кетіп бара жатқан жұтқан жоқ. Мынау еще тірі затты қалай жеткіше өлтірсе болады ғой. Бірақ үйі күшті екен. Или бұл үй емес па? Ой, жаным менің. Басқалар шикі зат жеп жатса, бұл гүл жеп жатыр. Бірақ бұл сонда тәтті гүл шығар деп үміттенемін. Или ол жындақайдан қашып кеткен. Бұл түсініксіз не жеп жатқан, сондықтан бұған ешқандай комментарий айтпай қояйын. Тек мен бар бірі білетін затым, ол аузына тығып жатыр. Мынау жемчужина. Бұл зат екені белгісіз. Жоқ, білемін зат екен, бірақ мен ойымша бұның дәмі онша емес. Бірақ егер де мен миллиардер болсам, жемес едім. Мынау заты. Бұл да бір шикі бірдеңе. Бетіндегі кішкене жүрек дайындарлық. Сосиски. Сосиска болса, оған рұқсат береміз. Мынау деген енді дамып келе жатқан жұтқаның жер нәсілі. Соны жеп жатыр. Бірақ енді бұларға мен ешқандай сөзім жоқ. Неге әдемі қыз әдемі зат жеп жатыр деп ойлаймын. Ішіндегі фарш шығар деп. Ой, жаным дейді өзін күшті тамақтар жеп жатыр. Шашлык, машлык. Мына сосиска, мен өмірімде сосисканы былай жей алмас едім. Тем более бұлардың сосискілер, олар басқаша. Мынау бекон ба, сондай бірдеңе шығар. Мен бүйтіп қарай беремін, өйткені оның не екенін мен білуім керекпін. Тіке отырайын бүйтіп. Мына жерден видео көрініп тұр. О, тауықтың аяқтары. Бұны кім жақсы көрмейді? Бәріміз жақсы көреміз. Бұлар деген күтуді білмейді. Тамақ болса бір секундтың ішінде бітіріп тастайды.
Ау да бір шошқаның бірдеңесі айтып жүр. Еще ыстық қылып жеп жатыр. Бар, мамаға баршы, бар, видео түсір. Мә. Бар. Короче, көргендеріңізде мен сол кезде айырылдым. Бұл корейцтердің, қытайлықтардың, япондықтардың маған түсірген қарғысы шығар. Сондықтан осы видеоны созақ бір атырмасын басып кет, және мен каналыма тіркеліп, колокольчик басып кетуді ұмытпа. Және де осы видеода 150-ға жиналса, мен осы видеоның 3-ші бөлімін түсіретін боламын. Және де каналға тіркелуді ұмытпа.